Floor seats for the Knicks. Couple models blow a kiss. They don't even wanna pick. Wanna lick up, wanna. I done made a couple hits. Going hammer with the pick. Сәлем достар, бұл спорт түрінің түп тамыры сонау Америкадан бастау алған. Қазақстанға өте кеш жетті. Ал жапондық ғалымдардың айтуы бойынша велосипед тебу адам денсаулығына өте пайдалы. Ал дұрыс тебе алмасаң, пайдасынан зияны көп. Ал біз бүгін осы велосипедтің құлағында ойнайтын Данилмен танысатын боламыз. Тебеміз велосипед? Кеттік. Меня зовут Дамиль, мне 16 лет, я родился в городе Семей. Менің есімім Дамиль, 16 жастамын. Семей қаласында туылдым. Бұл спорт түрімен 2015 жылдан бастап, яғни 10 жасымнан айналысып келемін. Велосипед тебу денсаулыққа пайдалы, әрі маған ерекше күш-қуат сыйлайды. Соның арқасында кей кездері құлап қалсам да орнымнан тұрып, ары қарай сүйікті ісімді жалғастырамын. Осы спортта Қазақстанда кеңінен дамытуға өз үлесімді қосқым келеді. Әрі қазақстандықтардың олимпиадаға барғанын қалаймын. Биылдан бастап бұл спорт түрімен кәсіби түрде айналысып, Қазақстан ұлттық құрамасына кіргім келеді. Әрі шетелдерде еліміздің намысын қорғап көк туымызды желбіретсем деген арманым бар. Әрқашан достарымызбен жиналып Семей қаласының көрікті жерлерін велосипедпен аралаймыз. Біз үшін ыңғайлы жерлер ол Абай атындағы саябақ және Абай атындағы театр. Әрі Қарағайлыда ашылған скейт-парк. Арнайы біз секілді спортпен айналысатын жастар үшін салынған сияқты. Енді орталық саябақтағы скейт-парк ашылса бізге үлкен мүмкіндік болар еді. Әрі қуанатын едік.